Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есім Рүстем болады. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, ынтымақ, бірлік берсін. Езулеріңізден күлкі кетпесін, жүректеріңіз тыныш болсын. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманда өмір сүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, соғыс болмасын, бейбітшілік болсын дегім келеді. Сонымен қатар осы баспаналы болсам деп армандап жүрген азаматтардың міндетті түрде армандары орындалсын. Өздеріңіздің үйлеріңізде Наурыз көжені сапырып отырып қонақ күту жағдайына жетіңіздер дегім келеді. Құрметті достар, дәл осы YouTube каналымен бірге болсаңыздар, міндетті түрде баспаналы боласыздар. Себебі дәл осы каналда барлық Қазақстан бойынша болып жатқан баспана бойынша бағдарламалардың қырлары мен сырлары түгел ашылған, айтылған, шарттары, талаптары. Плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен сол видеоларды тамашалап көріңіздер, ерінбеңіздер. Ең бастысы жалқаулыққа жол бермеңіздер. Сол видеоларды көріп, өзіңізге керегін түртіп жазып алыңыз және баспаналы болыңыз дегім келеді. Бүгінгі тақырыпта сіздерге ипотека рәсімдегенде сізге қандай жағдайда мақұлдама берілмейді, яғни қандай жағдайда сіз отказ аласыз, соның негізгі 5 түрін осы тақтама белгілеп қойдым. Соны сіздерге айтып берейін. Болашақта біліп жүріңіздер және осыған дайын болыңыздар. Және менің YouTube каналымда 2022 жылы баспана алу техникасы және ипотека рәсімдегенде қандай қателіктерге жол бермеу керек деген видео бар. Міндетті түрде көріңіздер. Сол жерде толық айтылған ипотека рәсімдеу неден басталады, қалай жасау керек, қандай қадамдардан бастау керек деген сияқты. Қазір тақырыпты бастайын, менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші, әрине, ресми табыс жоқ кезде сізге ипотека немесе несие рәсімдегенде отказ беріледі. Енді оны барлығыңыз білесіздер. Ресми табыс болмаса, яғни ресми табыс дегеніміз не? Сізге жұмыс беруші сіздің атыңыздан жаңағы зейнетақы қорына ақшалар аударылмаса, табыс, жеке табыс салығы ұсталынбаса, медицинский страховка ұсталынбаса, яғни ресми табыс жоқ болса, сіз ипотека рәсімдей алмайсыз. Сондықтан міндетті түрде ресми табыс жаңа көзі бар жұмыс орнына орналасыңыздар. Андай жаңа кассадан конвертпен алу, жаңағындай двойной бухгалтерия деген сияқты олар мүлдем болмайды. Немесе, құрметті достар, табыс бар, бірақ ОПВ деп жазып қойдым, әдейі орысша, обязательный пенсионный взнос, яғни пенсионный взнос дұрыс төленбеген. Мысалы ретінде қарастырайық, ол қалай дұрыс төленбейді. Мысалы, январь, февраль, март, апрель айы да, январь айы уже өтіп кетті. Қазір март айы. Мысалы, март айында алады да, январь айына пенсионка жібереді. Кейбір жұмыс орнында жаңа бухгалтерлер білместіктен немесе қаржылай жаңағы қиындықтарға байланысты, может ол мекемеде қаржы болмай қалды да, март айында алады, январға жібере салады. Апрель айында алады, февральға жібереді. Арада бір ай өткізіп бар. Көрдіңіздер ме? Ол дұрыс емес. Олай жасауға болмайды. Негізгі, мысалы, февральда январға салу керек, февральдың 25-іне дейін. Март айы ма? Март айында февральға салу керек. Апрель айы ма? Апрель айында март айына пенсион күтісіп отыру керек. Заң бойынша әр айдың 25-іне дейін алдыңғы өткен айға. Көрдіңіздер да? Ал бір ай өткізіп барып, соңғы айларға салып жіберіп, немесе бірден соңғы 6 айға пенсион отчисление салып жіберу, ол уже болмайды. Олай сіз ипотека рәсімдей алмайсыз. Бұл бірінші сізге отказ беретін жағдай бойынша айттым. Енді екінші, табыс жеткіліксіз. Яғни сіздің доходыңыз ипотека рәсімдеуге жетпей қалған жағдайда сізге отказ келеді. Оның шешімі бар, әрине. 2 созаемщик тапсаңыз, яғни сізге қарапайым жалпақ тілмен айтқанда гарант болатын адам тапсаңыз, сол кісілердің доходын қосып, сіздің доходыңызды қосып, табыс растауға болады. Бірақ қазіргі таңда екінің бірі сізге созаемщик бола бермейді. Жалпы созаемщик деген кім, гарант деген кім деген видео менің YouTube каналымда бар, оны да қарап шығыңыздар. Оларға қандай ауыртпашылық жүктеледі, қандай міндеттеме оларға жүктеледі, міндетті түрде көріңіздер. Немесе жаңа қарыз, мысалы ипотека рәсімдеуге келдіңіз ғой, жаңа қарыз бойынша ай сайынғы төлем. Сонымен қатар қолданыстағы қарыз, яғни қолданыста қандай да бір қарыз болса, жаңа қарыз, ай сайынғы төлем барлығын қосқандағы сіздің обязательство, банкке төлеп жатқан қарызыңыз сіздің табысыңызға ауыртпалық салмауы керек. Яғни долговая нагрузка деп атады, көрдіңіз бе? Егер бүткіл қарыздарыңызды қосып
жаңа ипотека бойынша қарызды да қосқан кезде сіздің табысыңызға бір ауыртпашылық түсіріп тұрса, қандай да бір коэффициент, қандай да бір пайызына, онда сізге отказ келеді. Қарапайым мысалмен сіздерге түсіндіруге дейін, мысалы сіздің табысыңыз 100 мың теңге делік. 100 мың теңге. 100 мың теңге дегеніміз 100%. Әр банктың өзінің ішкі жаңа политикасы бар. Мысалы, Сбербанк, Народный банктерде сіздің табысыңыздың 65%-ы ай сайынғы төлемдер ипотека кредит төлеуге жету керек та, ал 35%-ына тиіспейді деген сияқты. Отбасы банкте мүлдем басқалай, көрдіңіздер да? Мысал ретінде сіздерге түсіндіруге дейін, мысалы, сізде 100 мың теңге айлық, ол яғни 100%, осы 100%-дің 65%, яғни ол 65 мың теңге сіздің обязательство төлеуге жету керек. Одан асып кетсе сізге отказ келеді. Ал 35 мың теңгесіне тиіспейді. Мысал ретінде айтып жатырмын. Осы сіздің өмір сүру үшін керекті ақшаңыз. Енді қараңыз. Мысалы сізде 5 мың теңге сотқа алғансыз рассрочкаға белгілі бір банк арқылы. Одан кейін 5 мың теңге Касперден кредитіңіз бар. Одан кейін 40 мың теңге Хомбанктен ақшалай кредит алғансыз. Барлығын қосқан кезде 50 мың теңге да. Плюс белгілі бір банкке келдіңізде ипотека рәсімдейін дедіңіз, сізге ай сайынғы төлемді 100 мың теңге шығарып берді. Енді қараңыз, 100 мың теңге, бағанағы қолданыстағы кредиттер, соның бәрін қосқан кезде 150 мың теңге болып кетті. Сіздің табыс 100 мың теңге. Яғни, оның 65%-ы 65 мың теңге, я? Яғни, 150 мың теңге 65 мың теңгеден асып кетті. Сіздің, яғни, табысыңызға ауыртпашылық салғандықтан сізге отказ береді. Яғни оның тек қана бір шешімі бар, созойемшік табу керек, немесе табысыңызды ұлғайту керек. Отказ алмас үшін. Міне көріңіздер. Үшінші, құрметті достар, несие тарихы бұзылған жағдайда сізге отказ келеді. Отбасы банк соңғы 12 айға қарайды. Соңғы 12 айдың ішінде 90 күннен асқан просрочный кредиттер болмау керек, немесе 100 мың теңгеден асқан просрочка болмау керек. Мына 90 күннен асқан, мынау 100 мың теңге. Немесе қолданыстағы кредит, яғни действующий кредиттер 1000 теңгеден аспаса, асып кеткен жағдайда сізге отказ келеді. Яғни сіздің кредит историяңыз бұзылған болып саналады. Ал өзге банктер, отбасы банкінен бөлек 2-3 жылға қарайды. Соңғы 2-3 жылда 90 күннен асқан просрочный кредиттер болмау керек. Және действующий кредиттеріңізде просрочный болмау керек. Егер олар просрочный болса, коллекторский компанияға өткен болса, частный судебный исполнительдерге өткен болса, соңғы 2-3 жылда, онда сізге отказ келеді. Яғни сіз ипотека рәсімдей алмайсыз. Көрдіңіздер да? Жалпы осы несие тарихын қазір егов сайтынан ала алмайсыздар, құрметті достар. Несие тарихын ТО Первый кредитный бюро деген бар, сол кісілердің сайтынан алуға болады қазіргі таңда. Егер арнайы осы несие тарихын алу бойынша, несие тарихын зерттеу бойынша арнайы видео керек болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, видео керек деп. Мен сіздерге арнайы видео түсіріп беремін. Несие тарихын қалай шығару керек, қалай талдау жасаймыз деген сияқты бөлек видео болады. Міне, бұл үшінші оқиға. Енді төртіншісі, мүліктің бағалау құны, яғни сіз белгілі бір нысан таптыңыз, соны оценка жасаттыңыз, соның оценкасы сіз алам деген қарызға сай келмей қалса, сізге жаңағы алам деген сомаңызға отказ келеді да, одан азырақ сома беріледі. Яғни кез келген банкте коэффициент залога деген ұғым бар. Яғни сіздің алам деп атқан мүлкіңіз, квартира, пәтер, жер үй болсын, алам деп атқан қарыздың сомасына екеуі сай келу керек. Көрдіңіздер да? Бұл жайында сіздерге, құрметті достар, бөлек видео түсіріп беремін. Бұл күрделі, өте күрделі тақырып, коэффициент залога деген ұғым өте күрделі. Бұл жайында бөлек видео болады. Ары қаратай, скоринг деген жүйе бар. Дәл осы скоринг деген не, ол жайында менің YouTube каналымда видео бар, оны міндетті түрде қараңыздар. Енді қараңыздар, қандай жағдайда скоринг отказ береді, негізгілерін айтамын. Микрофинанс организация немесе микроқаржы ұйымдарында қарыз алсаңыз, сізге міндетті түрде отказ келеді. Бұл ұйымдарға, құрметті достар, жолаудың қажеті жоқ. X деп белгілеп қойдым. Мүлдем алмаңыз, құрметті достар. Қаншалықты қиналып тұрсаңыз да, қаншалықты ақша керек болып тұрса да, мына микроқаржы ұйымдарынан қарыз алудың қажеті жоқ. Ол дегеніміз нені білдіреді? Егер сіз осылардан қарыз алсаңыз, банктер көреді да, аха, мына кісінің өзінің алып атқан табысы өзіне жетпейді деген ұғымды білдіреді да, бірден сізге мына робот қой, ол скоринг деген отказ береді. Көрдіңіздер да? Одан кейін бір айда 3-4
банктен барып өтініш тапсырған болсаңыз, бір айда мысалы 3-4 банкке барып заявка берген болсаңыз, банк центр кредитке бардыңыз да ипотека бойынша заявка бердіңіз, отказ алдыңыз да, ол кредитный историяда жазылмайды сізге отказына деп. Сбербанкке бардыңыз, отказ алдыңыз, Народный банкке бардыңыз, отказ алдыңыз. Онан кейін жаңағы РБК банкке барған кезде РБК банк сіздің кредитный историяңызды қарайды. Аха дейді, кредитный историяда бәрі жазылып тұрады, өтінім бергеніңіз ең соңында жазылып тұрады. Сбербанкке барған, Народныйға барған, Евразияға барған деген сияқты да. Значит, ол сіздің жаңағы доходыңыз жетіп тұрса да, табысыңыз жетіп тұрса, кредитный история жақсы болса да, кредитный шоппер деген болады. Соған байланысты сізге отказ бере салады. Яғни көрдіңіздер да, әр банкке барып өтініш бере берудің қажет жоқ. Сондықтан мен үнемі айтамын ғой, банкке келдіңіз, банк менеджеріне келдіңіз, ең бірінші жаңағы өтініш беріп, маған одобрение бере ме екен, бермей ме екен деп керегі жоқ. Предквалификация жасаудың мүлдем қажет жоқ. Сол кісіден сіз сұраңыз ең бірінші. Зерттеңіз бағдарламаны. Ана менің YouTube каналымда бар ғой, қандай қателіктерге жол бермеу керек деген видеоны көрсеңіз түсінесіз. Менеджерден сұраңыз, ай сайынғы төлем, переплатасы қандай болады деп, просто распечатка жасаңыз, салыстырыңыз. Өзіңізге ұнаған банкке ғана барып, сол жерден өтінім бергеніңіз дұрыс. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Қандай жағдайларда отказ алып қалуыңыз мүмкін. Яғни, қорғансаң қорғайды демекші. Осы жаттап алыңыздар. Бір керекті парақтарыңызға түртіп қойыңыздар. Тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.